арманым үйге кірген кезде балам папа деп жүгіріп шығып болды. Есімде жоқ. Шетелде бір іссапармен барған кезде бүкіл ютубта Елдостың сұхбатын талқылап жатқанын көрдім, үзінділерін көрдім рилс форматында, стористарды көріп қалып жаттым. Содан интервьюді бастан аяқ тамашаладым. Осыдан бірнеше жыл бұрын болған оқиға. Көмекші қызым айтам, маған Елдостың болмаса келіншек Таңшолпанның телефонын тауып беріңдерші деп. Бір 5-10 минутта телефоны табылды, Таңшолпанға хабарластым. Маған Ләйла Сұлтанқызы, барлығымыз білеміз ғой. Ләйла әпке маған звондайды, қанша рет. Таңшо, пожалуйста, Елдос екеуің Астанаға келіңдерші, бір күшті бір врач бар. Келіңдерші деп маған постоянно айтып жүреді, постоянно звондап жүреді. Таңшолпан, мен Елдостың сұхбатын көрдім, жүрегіме қатты жақын алдым. Егер маған сенсеңдер, біз осындай қорымыз бар еді, осы қордың аясында біз осындай клиникамен жұмыс жасайтын едік. Сол клиникада мықты мамандар бар еді. Алмас Құрманәліұлы бастаған мықты мамандарға келіп, анализдер тапсырып, жолықсаңыздар деп ұсынысымды телефон арқылы айтып үлгердім. Кім шақырса да мән бермейміз ғой. Қазақстанда тем более емделгім келмейді деп уже бізде стресс. Дей тұрғанмен ол кісілер бірден жылшырай танытып, иә, ертең келе қаламыз, арғы күні келе қаламыз деп айтпады. Ойлап ол кісі 1 жыл болды ғой біз шақырып жүргенде. 1 жыл мән бермегенбіз ғой. Білмеймін, телефоным переадресацияда тұрып қалған ба, көмекші қызым, апай сізді Таңшолпан іздеп жатыр дейді. Ойбай, не болып қалды? Содан Таңшолпанға звондаймын, Таңшолпан бәрі тыныш па, бәрі дұрыс па дегенде, Таңшолпанның айтқаны ғой, Ләйла ханым, осы сіз бізге осыдан біраз уақыт бұрын дәрігерлер туралы айттыңыз ғой, иә, клиника туралы? Иә, айттым. Қандай өтініштерің бар дегендегі айтқаны, біз ұяламыз дейді, біз әбден шаршағанбыз дейді, біз клиникаға барсақ жаңағы қолын шошайтып қарайды, бізді ой мыналар тағы келді ма деп біреу сөгеді, біреу жаңағы қолдап не қылады, ұяламыз деді. Ұялсаңдар, оны приватный доступ, артынан кіресің, артынан шығасың, ешкім көрмейді. Приемда адам азырақ кезде және оған қосымша біздің өзіміздің кіретін жеке служебный вход, сол арқылы әрқашан күтіп алып, кіргізіп, енді барынша жағдай жасауға тырыстым. Алғашқы неден кейін хабарласып бір хабарын айтты, берді, осындай ота жоспарланып жатыр деп дәрігерлер де айтты. Ләйла ханым, біз барынша емдеуге тырысамыз. Мен айттым, негізі дедім, бүкіл басқа мемлекеттерге барғанын үнемі айтып жүреді дедім, өздерінен естідім ауыздарынан. Бірнеше рет операция жасатып келдік. Өкінішке орай сәтсіз өтті. Сол кезде турецкий врачтың өзі айтқан, Америкаға бар, американский бір аппарат бар, именно урология жағынан. Сол аппаратпен сізді қарау керек, сол кезде может шанс болатын шығар деп. Ол жердің дәрігерлердің мен жамандауға ешқандай бір негіз жоқ. Біріншіден, екіншіден және қарға қарғаның көзін шұқымайды деді ғой. Мысалы, ол дәрігер жаман, мына дәрігер жақсы деп мен айта алмаймын. Бірақ ота жасаған кезде ол кіріп, жәнегі тканьдар алып зерттеп көрген, бірақ табылмаған. Бұған дейін жасалған операциялардың мүмкін негізгі мақсаты тек қана аталық бездің ішінде бір бөлігінен алып сперматозоид бар ма, жоқ па анықтау болған шығар, бірақ біздің өзіміздің мақсатымыз сперматозоидтарды іздеп табу болды. Операция алдында ол маған айтқан бір сөзі бар. Азамат Сандыбайұлы, менен барлығын кесіп алып кетсеңіз де, барлығы не жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Тек маған жәнегі дұрыс жасап, положительный результат алып беріңізші деген. Врач айтты ғой, қазір мен таппасам, қай планетаның қай жеріне барсын да таппайды деді ғой. Америкаға барсам да жоқ болмайды деді. Бәрі Алланың қалауымен деді. Алла тағала сізге әке болды бұйырып тұрса, қазір мен табам деді. Мен точкасын қоямын деді. Точкасын қоямын деді. Қайғы барсын таппайды. Менен бармай ақ қойыңдар деп иә. Потому что американский аппарат, германский микроскоп бәрін жинап қойған. Короче, сен анау Америкаға барсаң да осы аппарат, мына жаққа келсең де осы аппарат. Ары қарай біз енді таба алмай қалсақ, басқа мемлекеттерде де, басқа жақта да таба алмау ықтималдығы жоғары деп. Үміт жоғары емес екенін ол кезде біз білдік. Бұл микротезия отасы тікелей аталық бездерге солай жасалынатын ота. Обструкция бар екен, ананың шығу, сперматозоидтардың шығу мүмкіндігі қиындаған. Сондықтан біз осы операция арқылы сперматозоидтарды
таптық. Пыт деп дауыс шықты дейді, кәдімгі қырт деген дауыс шықты и бұлақ болып ақты деді ғой. Сол жерден шықты дейді. Уже біз жабамыз деп отқанбыз дейді. Жабамыз деп тұрған кезде сүйір бүйтіп тық деп кескен кезде бұлақ болып ақты. Сразу сор деп бағанағыдай арнайы аппаратпен сор болады ғой. Бірден білдім ол жерде сперматозоидтар болатынын. Инемен кіру арқылы мына аталық бездің орталығына қарай барып, сол жол ашуы бар, сондаймен жасаған кезде ұрық жәнегі бетке қарай шыққаны бар, иә. Сонымен врач до того шок болғаннан бүкіл операционный шулаған ғой, 12 адам. құшақтап қуанған ғой. Дауысымыз қатты шығып, бүкіл айқай шу болып бәріміз қол соғып қуандық. Сөйтіп қатты қуанып бәрі не істегеннен врач до того шок алып қалғаннан қасындағы врачқа сен тіге бер дегенде танчоға жүгірген ғой врач. Ол жерден бәрі шашылып жатқан жоқ. Ол жерде енді барлығы таптық, өте қуандық. Енді сол жерде бәрі операционды бригада шоу етті. Эмбриологтар және ан жақта қарап атты, бер жақта мына жерде микроскоп бар, қосымша барлығын енді жауып, жәнегі бұлшықеттері бар, соларды тігу керек, одан кейін теріні тігу керек болған кезде енді мен іштей Бахадыр деген ассистентім бар, сол жігітке сен тік, тіге бер, жауап бер, оңай қалды, мен кеттім, жәнегі қуантып қояйын деген, сондай сүйінші сұрайын, қуантайын деген сондай ниетпен операционныйдан қарап шешіп барғаным бар, иә. Палатада күтіп отырмын, врач есіктен кіріп маған қарай жеткенше мен уже жүрегім аузымнан шығып кете жаздады. Потому что біз әбден уже жоқ деген ответті естігенбіз. Сүйінші сіз өзіңіз бала сүйесіз дейді ғой, короче. Сондай кезде, сондай эмоциялар көрген кезде кішкене өзім де эмоцияға ерік бересің, қайын жылаған жоқпын. Одан кейін мен андай ғой, наркоздамын ғой. Мен мынау ішетін жаңалық екен деп айтқам ғой. Ол кісі тұрды, жоқ, бұл шүкір ететін жаңалық дейді ғой. Точка қойып тастайды ғой. Қарасаңыз, сонда әр нәрсе Құдайдың қалауымен тек қана болатын уақытта ғана, нәсіп еткен уақытта ғана болады екен да. Енді бір Алладан сұрағымыз ары қарай да жұмыс істеп, эмбрион жасап, бар эмбриондармен әрекет жасап, жүктілік алу негізі. Ертесіне қамқоршылық кеңесіне келсем, осы жерде коридорда Азамат мырза көңілді болып жүр. Ләйлә Сұлтанқызы, Алмас мырза үндемейді. Ертең бір нәрсе жасырып жатыр ма, бірдеңеге айта алмай тұрған сияқты. Өзім сезіп тұрмын, бірдеңе айта алмай тұрған. Ләйлә Сұлтанқызы. Сөйтіп, не керек? Азамат мырза шетке шақырып алып, көзіне жас толып тұр кәдімгідей. Мен енді қатты қорқып кеттім. Бірдеңе болып қалды екен деп жүрмін ғой енді. Ана бірақ қуанып тұрған сезіліп тұр да. Біз түнде жасаған операциямыз сәтті аяқталды. Біз өте бір қиын операция жасадық қой, өзі жеткізе алмай тұрдық, қиын операцияны жасадық. Сүйінші рахмет сізге, осындай Елдосты алып келдіңіз бізге. Елдос мырза да жақсы результаттар алып жатырмыз. Ұрықтар таптық, сізге рахмет деп бір ыстық ықыласымды білдірген кезім болды. Барды бар, жақсыны жақсы деп айта алуымыз керек. Мойындайтын жерді мойындауымыз керек. Сондықтан Елдостың жағдайы бұл бір уникальный случай. Бұл бір ерекше жағдай, ерекше оқиға, яғни репродуктология саласында біздің қаншама мемлекеттерден озып кеткенбіз. Бір қадам қалды ғой енді жеңіске. Бұйырса аман есен баламызды көтеріп дүниеге алып келгеннен кейін сол жаңағы Мариям қоры не істейді ғой, бір отбасына көмектеседі. Сол сияқты мен өзім ақша жинап, өзім осындай бала сүйе алмай жүрген бір отбасыға өзім сондай жаңағы қорға ақша салып көмектескім келеді. Ең бірінші біздің жеткізгіміз келетіні соңына дейін күресу керек, үмітті үзбеу керек. Бәрі жақсы болатынына сену керек. Бәрі Құдайдың қолдауымен, дәрігерлердің біліктілігінің арқасында.